Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар? Бүгінгі бастап алған күніңіз қайырлы берекетті болсын. Сіздермен Әсем, Фаберлик компаниясының консультанты. Бүгін алып келген заказдарым туралы обзор түсіргім келді. Соның үшін бастаймыз. Ең әуелі накладной алып жатқанда жыртып алдым. Накладнойымды 23 балдық заказ еді бұл. 23 балдық заказ. Енді бұның ішінде клиенттерімнің заказы да бар. Өзіме алдырған заттарым да бар. Ең әуелі өзіме денсаулығым үшін осындай желчегонный чай заказ бердім. Яғни бұның составы мята перечной травы, плоды кориандра, цветки ромашки, мелиса, горцины, спориша дейді трава, лаванда, тысячелистник деген екен. Осындай 3-7 түрлі шөптен жасалған натуральный болған шөптерді бұны өзіме алдырдым. Себебі менде застой болады, өт танбай қалады да, тамақ сондай қылып не қылғанмын, алдым загиб болған. Өт қалтамда муама болған үшін осындай продукцияны өзіме заказ бердім. Одан кейін жаңа жыл келатыпты, өзіме андай накладной ресницы не қылдым. Хаятымда бірінші рет мынандай зат алдырып жатырмын. Яғни кірпік өзім осы уақытқа дейін қолданып көрген жоқпын. Кірпігім жоқ. Сонда да бұндай кірпіктерден қолданбайтын едім. Маған Фаберликтің бір ұнаған жері бұл қолданып болып жуып алып қоятын, бір жылдан өмірде қолданатын многоразовый кірпік екен. Сонысы маған ұнады. Одан кейін өзіме краска каштан медный заказ бердім. Шашыма да осы рең маған түседі екен. Көп қыздар мақтады, осымен боя деп. Үшіне ортыртты деп, соның үшін соны заказ бердім. Одан кейін бір клиенткам мынандай каштаннан, темный каштаннан екеуін заказ берді. Мынау сол клиенткамның заказы, бірден екеуінен де еткен. Шашы ұзын шығар да, мен сияқты сиректер біреуі ауысып қалады менен деген. Темный каштанды бұл запасқа алдырып қойдым. Себебі краскам қамады. Жаңа жылға баса-бас краска алып жатырды қыз келіншектеріміз. Шоколад деген реңінен кейін темный каштан, өзімде ар жақта черный келісі бар. Яғни 3 түрлі краска қалды менде. Одан кейін лов шампунь заказ берді. Клиенткам заказы келді. Составы ланолин. Шашта деген мынандай жылтыратып береді. Объемы да үлкен 400 мл болған, қолжетімді бағада. Осы тұрсы 37 мың сом. Одан кейін жаңа жылға набор жинап жатырмын. Алдын апельсиновый наборым бар, кейін Дона Фелистен де наборым бар, және сондай наборлардан жинап қойып жатырмын. Жақын адамдарыңызға подаркаға беремін десеңіз, алып подаркаға берсеңіз болады. Құдай қаласа упаковкалеп әдемілеп даярлап қоямын. Каоридан осындай не бар? Гель для душасы мен дезодоранты бар, және қасына зат керек десеңіз, осындай Каори Дзеннан 15 мл ароматымыз бар. Гүлдің иісі шығып тұрады, әдемі осы ашқаным бар, иісі де андай, иісі приятный, көрінісі де мощный, 15 мл духиларымыз мынандай әдемі болып не қылған. Яғни сумочкаға да салып кете бересіз. Мощный, өзен богатый көрінетін. Иісі деген мощный, осындайдың 4 түрлі, 5 түрлі несі бар. Ароматтар бар, солардан заказ берсеңіз болады. Каори Дзеннан қолымда менде екеуі бар. Осы 15 мл-гі 45 мың сом. Кейін және набор андай лакрема сериясына, яғни кремовый серия болған. Бұл жерде ароматная орхидея деген крем мыло для рук, гель для душасы, одан кейін соның дезодоранты, шариковый дезодорант қылып осындай заказ берсеңіз болады. Жақыныңды қуантып жақыныңызды. Былайынша да осы сериядан лакремадан нем бар, шариковый дезодорантым бар, арқайын келіп ала бересіз. Одан кейін Валентин Юдашкин бар, бұл күйеуіне заказ бергенім, қат ұнап қалды күйеуімде. Иісіне классический болып тұрады, приятный өткірлеу. Мушный иіс, нағыз мужчиналардың иісі деймін, сондай приятный иіс. Өзіме де ұнады оның сеугендері. Одан кейін сыворотка неоцинамид плюс цинк, 10% неоцинамид пен цинк. Сыворотка бұл клиенткамның заказы. Сұрап еді, осы қашан шығады маған алып бер деп еді. Одан кейінгі крем для рук. Өзі күн салқын болып жатыр, қолымызды жуамыз, қол қайта-қайта жарылады. Соның үшін в наличии крем для рук бар менде. Тосылып қалып еді. Крем для рук көп адам сұрап жатыр, тосылып қалып еді. Келді. Енді осы продукциялардан сізге ұнағандар бар болса, заказ берсеңіз болады. В наличии табылады. Бұдан да басқа нелері ұнатсаңыз каталогтан оларды да заказ беріп алдырта аламын жаңа жылға дейін. Мен өзім ішкі ценамен үйіме өзіме заттарды аламын дейтін болсаңыз, оның да жол жорығын, қалай регистрация болады барлығын түсіндіремін. Қандай жерде өзіңізге жақын жерде пункт выдачадан алуға болады барлығын.
қайсы продукциялар скидка болып жатырды осы каталогта, кейінгі каталогта, солардың барлығы туралы мағлұмат керек болса хабарлассаңыз болады. Видео ұнаған болса лайк, комментарий күтіп қаламын. Поделиться қылың жақындарыңызға, Пеперликке ағза болам деген